Әкеш, тамағың бар ма? Өткендегі зомбилардан кейін қарным ашып кетті. Әбден күрестім. Мен тістеп алайын деп қалды. Сен ше, амансың ба? Қарым тойып қалды. Рахмет. Мә өзіңді жеп ал. Тамақты лақтыра бергеніңіз. Обал ғой, сәл солға қарап лақтырсай. Қазір мен келем бір, сонда отыр. Болды, жүр кеттік. Телевизор тамаға кіріп сәл отырайық. Кеттік. Жүр көмекші. Енді сен сәл жақсы бала екенсің. Таныдым, ата-анаң сағынған жүрсің. Я, сағындым. Ата-анам байқұс. Мені алаңдап отқан шығар. Ертерек барғым келеді. Үйге қайтам. Алло, қызым, қалайсың? Әке, қашан үйге келесіз? Қызым, қазір менде өкінішке орай өте қиын жағдай болып жатыр. Сол үшін де мен дәл қазір үйге бара алмаймын. Саған айтарым, өтініш, мені күтіп жарай ма? Ең бастысы, мен әперген қонжықты білесің ғой, сол қонжық сенің жүрегіңе болсын. Мен сені жақсы көремін, жарай ма? Бүгін барам үйге. Дәл бүгін барам, жарай ма? Өшір телевизорды. Анау ұшақты көрдің бе? Көрдім. Бүгін дәл осы ұшаққа мінуіміз керек. Түсіндің ғой? Болды, жүр. Болды, тез арада. Әлгі үйдің төбесіне шипырына шығуымыз керек. Дәл осы ұшаққа мінуіміз керек. Бүгін күн батқанша үлгеру керек. Саған айтарым, ертерек бол. Әйтпесе біз өмір бақи кешкенбіз. Және де өмірдегі ең үлкен қателігіміз де осы болмақ. Геродот десең, мен саған ешқандай да ғылым айтып жатқан жоқпын. Ертерек барайық. Ойлаш, бауырым, көмекші, Мико, сен үйіңде қаншама ата-анаң күтіп отыр. Менің үйімде қызым күтіп отыр. Мен оларды сағындым. Болды, бұлардан қашан құтыламыз? Маған албал жолда керек болар. Ең бастысы, мен сенімен ең мықты көмекшім болғаннан мақтанам. Кеттік. Мен саған сенем, Мико. Кеттік ендеше. Барлығын кидің. Қазір азық-түлік алып шығайын. Осы азық-түліктерді аласың. Дәл осы азық-түліктерді ал. Рацион. Рацион ұмытып бара жатырмын. Рацион алайын. Рация қайда? Болды. Кеттік, жүр. Ағай? Қалай барамыз? Қазір көресің, кеттік. Қалай? Кинодағыдай кеттік. Алжыған дейтін осы. Пәске түседі екен ғой. Пәске. Жүр. Пәске қарап түсейік. Ағай, сонда қалай? Кинодағыдай дедім ғой. Кинодағыдай. Андай кино көргесін ба? Война миров дейтін. Сондай. Ана ойынды ойнағансың ба? Лев 4-2 дейтін. Қысқасы нұсқа. Артық әңгіме маған керек емес. Ең бастысы, сен мен досымсың. Мырза, короче айтқанда, мен сізге ренжімін. Осы уақытқа дейін мен минусқа тығып келесіз. Минус қып келесіз. Мырза, сізге нақты қысқа нұсқа айтайын. Зомби! Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім, тоңайғанда тауып берер әр себебін. Сырласуға маған тек сен керегі, досым. Заманында өзіміздің көрдік талай, қанша рет жыртылса да кері жамай. Қанеке, жүр. Дәл осы үйдің төбесіне бүгін шығамыз да, нақты патологын қойып, сосын және де ұшақпен кәдімгі өзіміз секілді адамдардың қасына барып өмір сүреміз. Күн батып бара жатыр. Бол, тез арада. Әйтпесе біз өмірдегі ең мықты, ең зор қателігіміз осы болмақ. Лифтпен тез арада көтеріліп кетеміз. Қанеки. Көрдің ба? Қап, қырсық. Лифт істемейді. Баспалдақпен көтерілеміз. Аяғың сәл ауырады, бірақ шыдауың керексің. Себебі сенің үйінде қаншама адамдар күтіп отыр. Қанеки, бауырым. Досым. Кеттік. Ертерек бармасақ, өте қатты кешігеміз. Және де өмірдегі ең қателігіміз осы болмақ. Кеттік, ертерек барайық. Әжептәуір төбеге шығып қалдық. Сен аяғың ауырып жатыр ма, не болсыш?
Зомби. Тістемет қайта мен. Зомби жоқ па екен? Болса, зомбилар келіп жатыр. Бол тез, 2 зомби жабылды маған. Ұттым-ау. Мен бәріне дайынмын. Тек үйге барсам болды. Бол. Тез арада бош, өтінем. Минко, досым, кеттік. Тез арада. Әттең лифт істемейді әйтпесе. Лифтпен ақ дәл қазір ұшаққа мініп отырар едік. Бол. Я түсінемін, аяғың шаршады, қанша этаж жүрдік. Енді сәл шыдайықшы, үйге барамыз. Зомби дейсің ба? Зомби жоғы? Кеттерек барай үйге. Айтпақшы жаңа рахмет, мен құтқарып алғаныңызға. Оқас жоқ, ештеңе етпейді. Нағыз дос деген осындай да білінеді. Зомби. Өзім. Мына зомбидің етін алушы ма? Түсінің ғой, Амико? Қазір лақтырып кетеміз бұны. Ақыры шықтық ау. Есік бұзып жатыр ғой мынау уже. Болдың ба? Шық. Мен келе жатырмын. Нема, досым? Осы бар емес па, анау ұшақ па? Осы ұшақ көрдің ғой. Дәл қазір баратын боламыз. Ағаштардың бәрін ал, керек емес заттардың бәрін лақтыр. Дайынсың ғой, ертерек бола ғой. Бүгін дәл қазір жетуіміз керекпіз. Сауыт барлығын алдың ғой, кеттік ендеше. Айтпақшы, ұмытып кеттім. Тек не? Білетсек ешкім бере алмайтындар. Ал зомби еп көрсін, кеттік досым. Кеттік ертерек. Дың. Алло, Басеке, қалайсыз? Басеке, мен сізге маңызды ақпарат айтам. Қасымдағы маған жіберген көмекшіңіз үшін сізге көп рахмет. Басеке, сізге нақты нәрсе дейін. Ұшақ қалай? Неше адам сияды? Қысқасы бұлай ғой енді. Ұшақтың көп бөлігін зомбилар басып алған. Сол үшінде пока ұшаққа бір ғана адам сияды. 2 адам сияды. Бір көмекші сол ұшақта отыра, айдаушы, пилот. Және де сен ғана сиясың. Ал мен досым ше? Енді ол жағын екеуің енді сөйлейфі ойнайсыңдар ма? Еде келісесіңдер ма? Оны өздерің шешіп алыңдар. Ой, тажал. Үйдейсің? Ұшағыңыз тап-таза екен, енді алыстан жылтырап тұр. Бопты, давай. Өтке бастығының. Ертерек бармасам, бүгін кешіп қалайын деп тұрмын. Мен ең бастысы отбасым үшін барам. Мен бұл қиындықты да жеңем. Сол үшін де тек қана алға басуым керек. Аяқталды жұмыс күні, керек жанның тыныштығы. Өздеріңді үйге қайтыңдар. Үйге қайтам, сағындым мен береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен бөбектерімнің иісін. Үйге қайтам, сағындым мен асыл жарымның кешкі асын. Сұлулығын, қылықтарын айтпай-ақ қоям басқасын. Өсіп келе жатыр, қызым өсіп келе жатыр, тоқтатпайсың уақытты мүлдем. Үйім толы несібеге мұңаямын, осы неге ойлап тұрсам бақыттымын мен.
Ең қымбатты достарыма, өмір деген қасқағым ау, ұмытыңдар баяғы жерді. Кешір мені сүйгенім ау, уәде берем үйге мынау, кеш келуді қоямын енді. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иісін. Үйге қайтам, сағындым мен, асыл жарымның кешкі асын. Сұлулығын, қылықтарын, айтпай-ақ қоям басқасын. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иісін. Үйге қайтам, сағындым мен, асыл жарымның кешкі асын. Сұлулығын, қылықтарын, айтпай-ақ қоям басқасын. Бітейін деп қалдым ау деймін, енді ертерек үйге барсам болды. Ертерек бітірсем болар еді. Қазір-ақ бітеді. Мә, бәске қарап қорқып тұрым бар емес па ше. Главный, қаладан құтылсам болды. Досым, жаңа бастығы не дейді? Ұшаққа екеуміз де мінеміз ба? Әлде мен міне берейін ба? Сені қаласың сай ол сияқты, сен не жүрексің? Досым болмайды ол. Не үшін болмайды екен? Болады? Мә.